Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Хабарымыздың кезекті санын бастаймыз. Кеңес дәуірінде Ақмоланың халқы тез қарқынмен өсті. Оның орталық Қазақстанның қоғамдық саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі алатын орны артты. 1928-30 жылдарда округтың, 1930-39 жылдардың ауданның, ал 1939 жылы 14 қазанда Ақмола облысының әкімшілік орталығы болды. 1929 жылдың қарашасында қалаға алғашқы пойыз келді. Бурабай Ақмола, Ақмола Қарталы. Ал Ақмола Павлодар пойызының құрылысы 1940 жылы басталып аяқталмаған. Өйткені 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Совет өкіметіне тұтқиялдан шабуыл жасаған. Бүкіл сол кездегі Совет халқы басқыншыларға қарсы күреске аттанды. Жауға тойтарыс беріп, талқандау ісіне қазақ халқы да өз үлесін қосқан. Соғыс жылдары Қазақстанда ондаған әскери құрамалар жасақталды. Олардың ішінде атқыштар, атты әскер дивизиялары мен бригадалар болды. Олардың бірқатары ұлттық құрамалармен бөлімдер еді. 1941 жылдың 28 қыркүйегінде Ақмолаға 165 завод жұмыскерлері және Мелитопольск заводының әскери құрамаларының пойызы келген. Бұл жерге Ротсельмаш, Киевтің Арсенал, Таганрогтың комбайн заводтары эвакуацияланған. Ақмола еңбекшілері танк колоннасын салу үшін 1,5 миллион қаржы жинап, оған 13 танк құрастырған. Қазақтың әскери құрамаларының көбі Совет-Герман майданының шешуші айқастарына қатысып, жауынгерлік пен әскери табандылықтың қатал сындарынан сүрінбей өткен. Ақмола өңірінің 30 жауынгері Совет одағының батыры атағына ие болған. Олардың арасында бұл атаққа 2 мәрте ие болған Талғат Бигелдинов, оның үстіне Совет одағының батырлары Рахымжан Қошқарбаев, Юрий Малахов, офицерлер Әлмұхан Сембинов, Крашенников, Дүйсекеев, қатардағы солдаттар Ищенко, Иябеков, Осин және тағысындағылар. Фашизмның ордасы Берлинге жетіп, Рейхстагқа ту тіккендердің ішінде 150-ші дивизияның взвод командирі лейтенант Рахымжан Қошқарбаев болған. 9 май күні әлемге паш, тізе бүкті жеңіліп жауымыз қас, бұлт серпіліп сұлу күн нұрын шашып, көңілдерге күлкі ойнап тыйылды жаз. Ту тігіліп Берлиннің күмбезіне, жеңіс таңқым жайылды жер жүзіне, ту тіккеннің алғашқы бірі қазақ, Қошқарбаев таңдантты елді міне. Енді сіздер Рахымжан ағамыздың естеліктерін тыңдап отырсыздар.
соғыс 1418 күн 1418 түн болған тарихтан жақсы білетін шығар. Ал енді соның менің басымнан өткен оқиға өмірімнің ішіндегі ең бір естен кетпес қиын да, ауыр да, қатерлі да, әрі қуанышта күні ол 1413 күн соғыстың. Егер оны календарлық күнмен есептегенде, ол 30 апрель 1945 жыл. Бұнда Берлиннің тақ ортасы Александр Плац деген площадь бар екен. Сол площадьтың түгел маңайында өкімет, герман фашизмінің өкіметтерінің үйлері бар екен. Соның бірінің аты Гиммлердің үйі деп атайды. Сол үйден Рейхстагқа дейін екерда 360 метр екен. Сол күні самолеттен де, танкіден де, артиллериядан да сол площадьқа атылған оқ, жарылған бомба, өртеніп атқан үйлер, жарылып атқан миналар, оны енді айтып қазірге жеткізу радио арқылы өте қиын. Ол көрініс енді бұдан былай әрине болмасын. Біз 11 адамнан Григорий Петрович Болатов деген солдат екеуміз күндізгі сағат 10-нан еңбектегеннен кешкі сағат 6-ға дейін осы 360 метр жерді еңбектеп Рейхстагқа жеттік аман есен. Бізбен бірге барған шыққан 11 адамның 8-і қаза болды. Кейін қалған 3-і бізге кеп қосылды. Кешкі сағат 6:30-да ең алғашқы Советтің ал қызыл жалауы, көлемі 1 метрге тақау қызыл туды Рейхстагтың кіреберіс орталық есігінің маңдайшасына Григорий Петрович Болатов деген 19 жасар солдатты иығыма шығарып қадаттым. Сол қадаған ту, соң басымды көтеріп қарағанымда, маған Рейхстагтың төбесінен жерге дейін жетіп тұрғандай болды. Рахымжан ағамыз туралы Кәукен Кежетаев өзінің естеліктерінде былай айтқан. Рахымжанның бір ғажап қасиеті, мына жетім жесірге қолдың ұшын беру. Біреу бір қиыншылықта тұрса, біреу бір жалынып, біреу бәлеңе сұрақ келсе, соған жаны қалмай өз қызметінде үйінде бәрін тастап соның соңынан жүреді. Не керек? Айлық қалдық, ерте кеттік. Қазақ айтады ғой, құлайға да жақсы адам керек. Өлімге қимайтын адамдарымыз бар еді ғой, кетіп қалды ғой. Күләш сықылды, Құрманбек сықылды, Шәкен сықылды, Қалибек сықылды. Сол сықылды мына Рахымжан да өмірінде өлімге қимайтын. Қазақ радиосының архивінде Жанбек Карменовтың де естеліктері сақталған. Абайда бір керемет сөз бар. Көп адам дүнияға боялдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма ойлаңдаршы, артына өлмейтін сөз қалдырған. Мен Рахымжан ағаны еске алған кезде Абайдың осы өлеңі еріксіз ойыма оралады. Қазақта батыр деген ұғым үлкен ұғым, елдік ұғыммен қатар айтылады. Қарақшақ қобыланды, ер тарғын алпамыс, қамбар, тіпті кешегі сұрапыл замандарда ел қорғап өткен Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шыбырт Балағыбай, Баян Ноян, Райымбек, Батайлар, қай-қайсысын алсаң да елімен бірге өмір сүріп, елімен бірге дүниеде қан кешіп, қуаныш кешіп өткен адам. Соның осы заманда, осы бүгінгі заманымыздағы халықтың ұлы тұлғасын айланған, халықтың қан тамыры жүрек соғысымен бірде елес беретін үлкен мінезді адамы ұлының бірі Рахымжан Қошқарбай ағамыз болады. Сол рақаңның бойында біздің өткен ғасырдағы батыр бабаларымыздың бойында ұлы қасиеттердің бәрі болған еді десем артық айтқандығым болмас. Ол кісі керемет жазбаған ғұлама ақын болады. Ол кісі жазбаған ешбір адам тереңіне бойлап жетпейтін ғажап философ болады. Тіршілігінде өміріндегі тазалығы, азаматтық серілігі, дүние танымы, ұлтын ондай шексіз сүйе білу махаббатының кеңдігі адамда өте сирек кезігетін қасиеттердің бірі. Даладай жүрегі дархан, кең, жомарт, мейірім қайрымның қарызы жоқ, адал. Өмірге үлкен жүрекпен келіп, өмірден үлкен жүрекпен өткен, және де халқым деп еңіреп, халқым деп туып өткен адамның бірі. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарда келесі әдебиеттерден мәліметтер қолданылған. Қазақ СССР тарихы, Қазақстан ұлы отан соғысы жылдарында Досанов Целиноград, Қазақстан энциклопедиясы, Ақмола энциклопедиясы және Қазақ радиосының архивінен алынған мәліметтер. Хабарды дайындағандар: саунд-дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше